Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз әдеттегідей Распенің Мюнхгаузеннің басынан кешкен хикаясы ертегілер жинағының ішіндегі ертегілерді оқушыларымызбен талдауды жалғастырамыз. Бүгін оқушымның есімі Ералы Есболатұлы. Ералы 3-ші сыныпта оқиды. Ералы, ертегің тақырыбы қандай? Ит кеудеше. Алдыңғы ертегіде Мюнхгаузен итімен бірге 8 аяқты қоянды ұстап алады. Иті жан тапсырады. Ит Мюнхгаузеннің жан досы еді. Мюнхгаузен жан досының жан тапсырғанына әбден қиналады. Ол естелік болып қалсын деп иттің терісінен кеудеше жасап алады. Бір қызығы, ит кеудеше оған құт болды. Ол аңға шыққан кезде қай жақта аң бар, сол жаққа қарай сүйрейді екен. Бүкіл аңшылар одан сұрайды: сен қайтып аңдарды тез тауып аласың дейді. Мюнхгаузен күліп ішін күйсе, Тұз жалаңдар дейді. Ертегі сонымен аяқталады. Ал Ералы, енді осы ертегіде, Мюнхгаузен ертегісінен біз не түсіне аламыз? Өзіміздің қазақи танымға салып, қалай біз ой түйіндесек болады? Ертегі қазақ халқы бойынша ата-бабаларымыздың әруағына сыйыну салт дәстүрін байқадым. Баяғы заманда батырларымыз жауға шабатын кезде батыр ата-бабаларымыздың әруақ деп атын атап жауға шабатын. Сол арқылы өзіне күш алады. Дұрыс айтасың. Мен де Ералының ойымен толықтай қосылам. Мюнхгаузеннің бұл ит кеудеше деген ертегісін оқып отырғанда, маған да сондай ой келді. Яғни, мына өмірде мысалы адам, бұны адамға салып тәпсірлейтін болсақ, адам адамға жаңағы күш береді, бағыт бағдар береді. Сондай адамдар бар, үлгі көрсетеді, бір жол сілтейді, жөн сілтейді. Сондай адамдардың физикалық өмірін тоқтатса да, оның ана адамға беретін күш жігері сонымен бірге тоқтап қала ма? Жоқ. Дұрыс, тоқтамайды. Ол ары қарайда жалғасады, бірақ ол үшін не керек? Күш. Біз жалғастыру үшін жаңағы еске алып ұмытпау. Ол кеудеше не үшін киді? Не үшін оны кеудеше тігіп киді итініңкін? Еске алып тұру үшін. Еске алып тұру үшін. Демек, бізде мысалға алатын болсақ, біздің Шәкәрім, Абай аталарымыздың қазір физикалық денесі бар ма? Жоқ, бірақ сонымен бірге ол кісілер бізді оқытуын, бізді тәрбиелеуін, бізге күш, жігер беруін тоқтатты ма? Тоқтатқан жоқ. Біз әлі үйреніп жатырмыз, бізді әлі оқытып жатыр. Көрдің ба? Сондықтан да, ал ол жайлы біз ол кісілерден үйрену үшін не істеуіміз керек? Еске алу керек, жиі оқу керек. Жиі. Олардан қалған мұраны өзімізбен сақтауымыз керек. Көрдің ба? Бұл жерде Мюнхгаузеннің ит кеудешесі Шәкәрім, Абай аталарымыздың кітаптары сияқты ғой. Көрдің? Мінекей. Мюнхгаузеннің бұл ертегісін біз өз әлімізше осылай тәпсірледік. Осымен ертегіміз, талдауымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.